Достар, бүгін наурыз көже жасайын деп жатырмыз. Мынау сүрет, жылқының сүрленген еті соғымнан қалған. Осыны асамыз. Ет қайнағаннан кейін, көбігі алынғаннан кейін перловка қосып жіберемін. Мынада шағын ыдыстағы перловка. Бұл өте ұзақ уақыт қайнайды, сондықтан етпен бірге пісе берсін дедім. Ал ет піскеннен кейін күріш қосып жібердім және тары қостым. Одан кейін мінекей мынадай құрт қостым. Бұл кәдімгі қайнатылған, тұз салынған құрт. Жаңағы піскен етті қазысы бар, мінекей ұсақтап турадым да, жартысын балама бердім, балам жеп жатыр. Мына ұсақтап туралған етті қайтадан жаңағы қайнап жатқан сорпамызға салып жібердім. Сорпаға салған дәндеріміз піскеннен кейін, яғни 20-30 минуттан кейін піскен кезде айран қосып жібердім. 2 кесе айран. Міне наурыз көжеміз осындай нәрлі, өте қою, дәмді болып шықты. Ал сіздер қалай жасайсыздар? Рецептімен бөлісіп отырсаңыздар болады. Біздің наурыз көже осындай. Осындай наурыз көже, мінекей. Айран қостық, құрт қостық, сүреттің сорпасы, тары, перловка, күріш. Дәм қалай болыпты? Күшті. Күшті да? Да, наурыз көже. Құнарлы. Ой, Бүкіл ауруың кетеді. Ауруың болса, ауруың кетеді. Денің сау болса, денсаулығың одан да күшейеді, нығаяды. Ақ мол болсын, молшылық болсын.